Бір күні бір адамның қолына терең іріңді жара шығады. Небір ем-дом шараларды қолданса да, жарасы жазылмайды. Не дәрігердің дәрісі, не имам молдалардың оқығандары шипа болмады. Сонда бір үлкен ғұлама: «Мүмкін осы қолыңмен біреуге зұлымдық жасаған шығарсың, қолыңды қарғаған болар» дейді. Сол сәтте ол үйінен жүгіріп шығып кетеді. Арада біраз уақыт өте ол ғұламаға келіп, сый-сияпатын беріп, батасын алады. Қолы дерттен айыққан, оның себебін сұрағанда: «Менің құдай көршім қайтыс болып, әйелі бірнеше баламен жесір қалды. Олардың үйіне тиесілі жерін өктемдікпен өзіме қаратып, елігіме өткізіп тартып алған едім. Сонда сол жесір әйелдің қолың құрсын деген қарғысын құлағымның шалғаны бартын. Сіздің сөзіңіз жүрегімді сырқыратып, соны еске салды. Дереу әйелге тиесілі жерін қайтарып, қосымша үстемелеп сыйлықтар бердім. Оның кешірімін алдым. Қолымның дерті жеңілдеп айығып кетті» деген екен. Ұрпағымыздың келешегі, оның кемелдігі үлкендеріміздің дуалы батасында. Болашақтарының күйреуі ата-аналарымыздың кейісті қарғысында жатыр. Қасиетті Меккенің Әл-Харам мешітінде қызмет атқаратын имамның анасы ұлына ашуланған кезеңде Меккенің имамы болғыр дейтін әдеті болған екен. Міне, сол айтқаны қабыл болып, ұлы әлем мешітінің ұлық дәрежесіне көтерілді. «Менің осы имамдығым анамның қарғысымен келген» дегені де бар имамның. Сондықтан ағайын, әжелеріміздің тіл жебесіндегі «тұқымың жайылсын, көсегің көгерсін, көрпең ұлғайсын, бұл дүниеде жиғаның, о дүниеде иманың болсын» деген көркем бал сөздері жадымыздан өшпесін. Балаларымызға риза болмағанда, үйреншікті былапыт сөздермен қарғыс орнына өскір, өңгір, көктегір деген сынды сөздерді әдетке айналдырайық. Біреуге өлім тілегенше басыңа өмір тіле деген бар. Түбінде жақсылыққа апаратын бұл сөздерге періштелер әумин десе, айтқанымыз тапжылмай орындалатыны хақ. Осы тіл апаттарынан мейлінше аулақ болайықшы. Нұрлан Қажы Байжігітұлы.